Алла тағаланың миссиясы бітті, балық дәуірімен ол кетті. Бұрынғыдай анау шіркеудегі әкейлер, бұрынғыдай молда, имам ондайлар болмайды. Олардың миссиясы бітті. Намаз, ораза барлығы ескі дәуірмен, Алла тағаламен, пайғамбарлармен кетті. Енді жерде тек қана жаратушы болады. Адам, яғни сіз және жаратушы. Біздің ауылда жанат жынды деген болушы еді. Соны жанат деген өзім құдаймын бір бәле деп жүр ғой. Соны тыңдаған кезде сол жанат жынды еске түсіп еді. Алла қандай кейіпте көрінді деп едім. Абыз аталар бар ғой, сондай кейіпте тұр. Жанат қазір 2 миллион подписчигі бар, жарып жатыр ғой. Құдаймын, жаратушымын деп. Алла мені жіберді дей ма, мен араларында жүрмін дей ма. Соны ойлаймын, 2 миллион подписчигі де сол кезде соған лайықты болған ба деймді. Қазақстанда 19 миллион адам бар болса, соның 2 миллионы сондай адам тыңдап жүрсе, бізде үлкен проблема ол. Менің ойымша ол есі дұрыс емес. Менің ойымша ол бір психологқа бару керек ау. Басқа ұлттағы тарихта болған мықты Клеопатраның бар, Пушкин, Есенин, тарихта қалған ақын жазушылар барлығы қазақ болып келген ғой. Түсініп отырсыздар ма? Қазақ болып келген және қазақ әйел болып келген. Адам шықты, Талдықорған жақта бір адамдар шықты. Мен пайғамбармын деп, сары әулиелер болған, емдеймін, тәуіппін деген мәселе содан шығады негізі. Менің ойымша бұндай жанат сияқты адамдардың шығуы, ол елімізде құдайға шүкір рухани дамушылық бар да, рухани адамдар дамып келе жатыр да. Бірақ сол рухани дамып келе жатқан адамдарды басқа жерге жетелеу, басқа жерге алып келу. Соның ішінде Алланың атын пайдаланып, Құдайдың атын пайдаланып, тәңіршілдер, осындай жаңа тәуіптер, көріпкелдер өздерінің секталарына адамдарды шақырып жатыр да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл біріншіден ауру, екіншіден өзінің бір бизнес, өзінің бір сектасын құру, өзінің бір жамағатын көбейту, атын шығару, бір сонда мен айналысып жатқан бишара деп ойлаймын.